Енді тақуаның әңгімесін айтайық. Табииндардың бірі Асуат ибн Язид деген өз заманының биік, ұлық тақуасы болған екен. Бұл кісінің тақуалығы сонша, түнде үйінің шатырына шығып намаз оқиды екен, түнгі намаз. Түнгі намаз оқығанда, сол қиямда тұрғанда, тура бір оны алыстан көрген адам, оны бір тұрған бір ағаш деп ойлайды екен да. Қағып қойған бір қада деп ойлайды екен. Сол үйдің баласы әр түнде шығып қараса бір қада қағылып тұрады дейді қабырғада, жаңа үйдің шатырында. Содан арадан біраз уақыт өткеннен кейін түнде шықса, әлгі қада жоқ екен. Сонда анасына барады да, анажан, көршінің үйінің жоғарысындағы қада жоғалып кетіпті десе, әлгі әйел кісі тұрып, балам, ол қада емес еді. Ол Язид ибн Ясир еді. Сол үйдің жаңағы Асуат ибн Язид еді. Сол үйдің тақуалығы, тақуасы еді. Түнде намаз оқығанда тіптен ағаш секілді тұрып қалатын деп. Ол бүгін қайтыс болды деп сөз айтқан дейді. Сонда жаңағы тақуалар, басқа да тақуа кісілер келіп тұрып, Асуат ибн Язидке, ей Асуат, сен өзің неге сонша қинайсың? Намазды олай көп оқымасайшы, өзіңді қинамасайшы дегенде, мен Алланың алдындағы сұрақ жауапты ойлап қиналып жатырмын деген екен. Сонда жаңағы Асуат ибн Язид өлім аузында жатыр екен. Сонда өлім аузында жатып жылап жатыр дейді. Жанында тақуа адамдар келгенде, ол да бір тақуа адам. Асуат, сен неге жылап жатсың дейді. Күнәңнің көп болғанына жылап жатсың ба дейді да. Сөйтсе, қан еді күнәм көп болып өлсем дейді да. Мен кәпір болып өліп жатырмын ба деп қорқып жатырмын деген екен да. Түнде намаз оқып тұрып, тақуа болып тұрып, кәнеді күнәм көп болып өлсем дейді. Менен бақытты адам жоқ еді. Мен кәпір болып өліп қалып жатырмын ба деген қорқынышпен жатырмын деп жан берген екен да. Аллах Тағала иншалла бізді сондай бір тақуалардан етсін. Маруа компаниясы. Бізбен бірге болыңыздар. Қажыларға жасалған қызмет біз үшін мәртебелі құрмет.